Қазақстан Республикасының бас прокуратурасы жеке адамға қарсы ауыр қылмыс жасаған үшін сот үкімін орындау мақсатында Қазақстан азаматын Ресей Федерациясынан экстрадициялады. Аталған тұлға 2023 жылы Риддер қаласында алкогольдік ішімдік ішу барысында жәбірленушімен ауызша жанжал негізінде өзімен бірге болған жиналмалы пышағымен оның басы мен денесіне көптеген соққылар жасаған. Уақытылы көрсетілген медициналық көмекке байланысты жәбірленуші құтқарылды. Сот үкімімен ол бас бостандығынан айырумен байланысты емес жазаға сотталып, алайда өзіне жүктелген міндеттерді орындамай, қылмыстық жазасын өтеуден жалтаруына байланысты халықаралық іздеуге жарияланды. Өткен жылдың қыркүйегінде іздестірудегі тұлға Ресей Федерациясының Алтай өлкесінде ұсталып, кейін Қазақстан бас прокуратурасының сұрауы бойынша отанына экстрадицияланды. Қазіргі уақытта сотталушы уақытша ұстау изоляторына қамалды. Енді ол 2 жылдан астам мерзімге нақты бас бостандығынан айыру жазасын өтеуі керек.